тұра алыңдар. Сендерді суретке түсіремін. Мына балалар не істеп тұр? Қолдарына бір түрлі нәрсе ұстап алды. Өздері қызық екен. Қане бізге берші, селфи жасайық. Келіңдер, бірге жасаймыз. Селфи дей ме? Ол не тағы? Өздері қандай тілде сөйлеп кетті? Кеттік. Бес жердегі бес. 25? Дұрыс. 6 жердегі 6. 36. Дұрыс. 6 жердегі 8. 28. 48. Дұрыс. Ал 2 жердегі 2. Түй, данышпан. Оны өзің де білесің ғой, 4. Сенен әдей сұрадым, мүмкін сен білмейтін шығарсың. О, балалар. Сәлеметсіздер ме? Сәлем, балалар. Ертегілер әлеміне қош келдіңдер. Достар, сендермен таныс болайық. Мен ертегілер әлемінің сақшысымын. Менің қасымда тұрған Данышпан мырза. Ал біз Арман қаладан келдік. Менің атым Айбар. Менің атым Гүлнұр. Менің атым Арман. Онда сіздермен суретке түсіп алайық. Түсейік, қане, сақшы бізді суретке сарт еткізіп түсірші. Басқа біреу түсірсінші, менің де суретке түскім келеді. Алдымен сіз түсіңіз. Сосын бәріміз бірге түсеміз. Жарайды. Мыналар шеберді шақырмай, өздері суретке түсіп жатыр. Тезірек барып, шеберге бәрін айтып берейін. Ойнайды. Қыза? Селфи. Сәлем, шебер. Сәлем, Сотқарбек. Сен мұнда не істеп жүрсің? Жай, әншейін. Сен ешқашан жай жүрмейсің. Тағы бір нәрсе білдірейін деп келген шығарсың. Мен еш нәрсе де білдірмеймін. Керісінше саған бір нәрсе айтайын деп келдім. Ал айта ғой. Білесің бе, сақшы, данышпан, Арман қаладан келген балалар өздері жиналып алып, суретке түсіп жүр. Қалай сонда? Солай. Өз көзіммен көрдім. Қызы екен. Олар неге мен шақырмаған? Соны айтамын да. Жүр, сиқырлы баққа бірге барайық. Жүр. Әне, көрдің ғой? Сәлем, достар. О, шебер келді, шебер. Сәлеметсіз бе? Мұнда не істеп жүрсіңдер? Біз суретке түсіп жатырмыз. Шебер, келіңіз, суретке түсейік. Жарайды. Қап, тіпті шебер ренжігенде жоқ қой. Бұл жолы мен түсірмейтін шығармын. Енді кім түсіреді? Сотқарбек түсірсін. Мен бе? Я. Қоларын қара. Сотқарбек, сен түсірші, сосын бізбен бірге тұра қал. Ал мен сонда кім түсіреді? Ол жағын уайымдама. Қане. Ал. Дұрыстап түсір. Ал, қараңдар. Ақырын ұста. Ал. Енді? Селфи! Суреттер әдем шығатын шығар? Я, тезірек көрсек қой. Менің де көргім келіп тұр. Сол суреттерді шығарып, әдемі жақтауға салып қойса ғой. Таптым, достар. Біз суретке арналған жақтау жасайық. Алақай! Онда тезірек шеберханаға барайық. Кеттік. Сотқарбек,
Суретке түсіретін құралды қайтар. Әйтпесе сындырасын. Міне. Сурет салғыш жақтауды жасау үшін бізге мынандай сиқырлы заттар керек. Ең алдымен біз ескі қорапты алып, оның шетшеттерін қырқып аламыз. Ал бастайық. Ал сендер суретке түсуді жақсы көресіңдер ме? Иә. Ал суретке көп түсесіңдер ме? Кейде. Міне біз қиып алдық. Ал енді қораптың ортасын қиып алып, шетін қалдырамыз. Балалар, кеңсе пышағын қолданған кезде абай болыңдар. Балалар, жақтаудың әртүрлі пішіндері болады. Ал сендер қандай түрлерін білесіңдер? Дөңгелек, үшбұрыш, Жақсы. төртбұрыш. Жақсы. Ал бұрын жақтауды өздерің істеп көрдіңдер ме? Жоқ. Мен сет көрдім. Жарайсың. Ал неден жасадың? Ағаштан. Саған біреу көмектесті ме, әлде өзің жасадың ба? Анам мен Жақсы. Оны немен безендірдің? мойшақтаймын. Жақсы. Әдем болған шығар, иә? Иә. Міне қиып болдық. Енді ортасын алып тастайық. Ал енді бояуға кірсек. Ал сендердің жақсы көретін түстерің қандай? Менікі ақ. Қара. Енгі қызыл. Ал неге олар сендердің жақсы көретін түстерің? Ақ әдемі түс. Ауылдағы итім қара. Керемет. Ал менің жақсы көретін түсім сары, өйткені біздің күніміз сары. Міне біз аяқтадық. Ал енді сендер жалғастырыңдар. Ке ала ғой. Міне бояуларың. Ал біз Айбар екеуміз безендіретін заттарды дайындап қояйық. Мен мына жылтырлақтарды алайын. Дұрыс, ал мен теңіз бақалшықтарын дайындайын онда. Файлдың шетінен қиямын, сосын оны біздің жақтауға жапсырамыз. Ыстық желімен абайлап жұмыс істеу керек, балалар. Ал енді файлымызды жапсырайық. Айбар, біз екеуміз бақалшықтарды жапсырайық. Ал сендер сосын оны безендіріңдер. Біз болдық. Міне біздің жақтауымызда дайын болды. Алақай! Өте әдемі шықты. Енді суреттерімізді тезірек шығарып алсақ екен. Жүріңдер, Данышпан мен Сақшыға барайық. Данышпан, Сақшы! Шебер достарымен келе жатыр. Қане, жақтауды жасап болдыңдар ма? Жасап болсаңдар, маған беріңдерші. Мен өзімнің суретін салып қоямын. Шебер жақтауымыз дайын. Бірақ шығаратын суретіміз де жоқ қой. Енді не істейміз? Данышпан, бізге сенің көмегің қажет. Ақалай-мақалай, көф, сүф. Мынау біздің суретіміз емес қой. Қане, қалай? Сатқарбек, суретке жақсы түседі екенсің. Қане, Міне? Ақалай-мақалай, көф, сүф. Міне біздің суретіміз ғой. Бүгінгі күніміз өте қызықты өтті. Иә! Олай болса, достар, 10 саусақта келесі кездескенше Сау болыңыздар!